Бәріне сәлем. Бүгінгі менің осы видеоролигімде айтар тақырыбым адал достық туралы болмақ. Ойларыңа әп сәтте екі адам арасындағы достық түйіске түсуі мүмкін. Жоқ, бірақ бұл қате. Бүгінгі менің нақты ашып айтар тақырыбым ол аң-құспен және адам арасындағы достық туралы болмақ. Бұл сөзді естігенде көбісі бұны мүмкін емес дейді. Негізінде жануар мен адам бір тіршілікте өмір сүруде, және олардың өмір сүру салты да ұқсас. Соңғы деректер бойынша ғалымдар адам және жануар арасындағы достық күшейтуде деп мәлімдеді. Адам өз айналасындағы жануарларға күтім жасап, оларға көмек беретіндер көбейді деді. Бірақ шет елдерде жабайы жануарды үй хайуанаты етіп, яғни асырағандар көбеюде. Мен ендеше қазір ең шынайы достық туралы айтатын боламын. Менің қазіргі айтарым жаңа өзім айтып кеткендей шет елдегі жануар мен адам арасындағы достық. Ең біріншісі пингвинмен достық. Зейнеттегі 85 жастағы қарт бала пингвинді құтқарып қалады. Қалай құтқарып қалады? Ол басында пингвин судан жағаға шығып кетеді. Және ол қалай суға қайтарын білмейді. Сол кезде қарт келіп, оны қайта суға жібереді. Оның бұл қамқорлығы пингвинге жағып, ол қартпен қоштасқысы келмейді. Дәл осылай қартта да сезім болып, ол пингвинді асырап алады. Қарт оған Джим деген ат береді. Қарт пен пингвин әр демалыс жағажайға барып демалады. Қарт оны алысқа жіберсе де пингвин қайта оралады. Олардың достығына қазірдің өзінде 4 жыл болған. Екіншісі қарғалармен достық деп аталады. 8 жастағы бір қыз әртүрлі сыйлық алып тұрады. Ол сыйлық әке-шешесінен де емес, және де достарынан да емес. Ол сыйлықты қарғалар әкеледі екен. Қыз өз ауласында қарғаларға тамақ береді, яғни тамақтандырады. Олар болса көптеген түйме, темір, әшекей бұйым әкеледі екен. Қыз мектепке барғанда ол өз түскі асын қарғаларға беріп тамақтандырады. Сол уақыттан бері қарғалар күн сайын қыздың үйінен шықпай, немесе мектепте болған кезде мектеп алдында күтеді екен. Үшіншісі арыстанмен достық деп аталады. 1969 жылы Джон Райтл 15 кг арыстан баласын сатып алады. Оған Кристиан деген ат беріп Лондонда бағады. Бірақ уақыт өте келе Кристиан тез өсіп, оны үйде ұстауға болмайтынын білді. Бірақ жануарлар қорғау орталығымен ақылдасып, оны Африкаға бостандыққа жібереді деп шешім қабылдайды. Бірнеше жылдан кейін Джон арыстанды көру үшін Африкаға жол тартады. Арыстанды табу қиындыққа соқты, ал Джон арыстан өз иесін танымай ма деп қорыққан. Бірақ былай болды. Ендеше видеоны аяқталды. Сөзімді қорытындылай келсем. Жануарлар тіршілік иесі, ал жануарлар мен адам арасындағы достық өте берік әрі ерекше болады. Жануарлар өте сезімтал және махаббаты, оның қамқорлығы адамдарға қарағанда өте көп болады екен. Ежелгі тас дәуірінде адамдар жыртқыш жануарларды жанында ұстаған. Ал біздің бұрынғы ата-бабаларымыз 4 түлік ит, малды бірге қасында баққан. Ал қазіргі кезеңде жануарларға өте көп қамқорлық керек. Өйткені олар өздерінен өмір сүре алмайды. Ал егер адамдар оған көмек көрсетсе, олар өте қолайлы өмір сүреді. Сөзімді аяқтасам. Жанымыздағы жануарларды қорғап, олардың жойылуына жол бермеуіміз керек. Жануар мен адамда достық әрқашанда мәңгілік болсын.